Сәлем достар, бұл видеода қазіргі таңдағы басты проблемалардың бірі кішкентай балалардың дұрыс емес дамып жатқанын ата-аналары қалай дер кезінде анықтауға болатыны жайлы құнды ақпараттар берілген. Қазіргі таңда балабақша жасындағы балалардың көпшілігінде психикалық дамуы артта қалған балалар жиі кездеседі. Олардың көпшілігінің ата-анасы даже өзінің баласында қандай да бір ауытқушылық болып тұрғанын дер кезінде байқамай, уақыт өткізіп, жасы 4-ке таяғанда ғана балам сөйлемейді деп дабыл қаға бастайды. Балада қандай да бір артта қалушылықты дер кезінде анықтап, онымен дұрыс жұмыс, ем жасалған жағдайда кез келген баланың диагноздан шығу мүмкіндігі жоғарылайды. Қазір сіздерге балада қандай да бір психикалық дамуында ауытқушылықтың барын 1 жасынан бастап анықтауға болатын 12 басты белгіні атайтын боламыз. 1 жастағы балаға атын атағанда басын бұрып сізге қарамаса, бұл ең бірінші дабыл болып табылады. Кейбір балалар басында атын атағанда қарап жүреді де, кейін уақыт өте келе атын атағанда қарамай қоюы мүмкін. Келесі белгі ол баланың көзге тіке қарамауы. Бұндай балаларға сөйлеген кезде олар мүлдем көзіңізге тіке қарамайды. Келесі аса назар аударатын белгі 1 жастағы бала саусағымен өзіне керек затты көрсете білуі керек. Немесе сіз саусағыңызбен бір затқа көрсеткенде бала сол жаққа қарауы керек. Бұндай балалар дастархандағы жегісі келген затын көрсете алмай, анасының немесе жанындағы адамның саусағын сол затқа апарып көрсетуі мүмкін. Орысша айтқанда бұны указательный жест дейді. Бұл дағдының болмауы балада күрделі ауытқушылықтың барына немесе басталып келе жатқандығын көрсетеді. Келесі 4-ші белгі балада орысша айтқанда обращениенің болмауы. Яғни бірден асқан бала сізден бір нәрсе керек болса, ол мама, немесе әке, немесе апа, немесе үйдегі бауырларының атын атап, бірінші өзіне қаратып алып, бір нәрсе сұрауы керек. Бұл дағды болмай, бала тек сіздің қолыңыздан тартып, жетектеп апарып бір нәрсені сұрағысы келсе де, бұл балада дамуында бір нәрсе дұрыс еместігін көрсетеді. Келесі айқын көруге болатын 5-ші белгі бала ойыншықтарды немесе заттарды көбінесе бір сызықтың бойына тізіп қойып кетуі немесе бірінің үстіне бірін пирамида сияқты құрап ойнауы. Бұл да баланың психикалық дамуы дұрыс еместігін аңғартады. Келесі белгі бала ойыншықтарды өзінің рөліне сай ойнамауы. Мысалы, ұл балалар машинаны айдап, қыз балалар қуыршаққа тамақ беру деген сияқты өзінің бағыты бойынша ойнауы керек. Егер машинаны айдап ойнамай, тек дөңгелегін қолымен айналдырып қана отыра берсе, немесе велосипедті төңкеріп, оның да дөңгелегін тек айналдыра берсе, бұл да бала дұрыс емес дамып келе жатқандығын көрсететін басты белгі болып табылады. Келесі белгі баланың аяғының ұшымен жүруі немесе өзі бір орында тұрып айналғанда жақсы көруі. Келесі бала екі қолын себепсіз сілкей берсе, немесе қолына бір заттар, ойыншықтың бөлшектерін алып, соларды көзінің алдында айналдырып, қайталанатын іс-қимылдарды үнемі жасай берсе. Бұндай жағдайды орысша стимый дейді, яғни қайталанатын іс-әрекет жасай беру дегенді білдіреді. Келесі баланың секіретін кроватта, батутта немесе бір орнында тұрып, денесін көтеріп секіре алмауы. Балада 2 жастан асқан соң бұл дағды болуы керек. Бұл дағдының болмауы да балада сенсорлық моторлық дағдысының бұзылғандығын көрсетеді. Келесі белгі ол балада түсініктің болмауы. 1 жарымдағы бала әлі сөйлемесе де, уже сіз қандай да бір команда бергенде, мысалы, ана тарақты әкелші, мына пультты берші деген сияқты командаларды түсініп орындауы керек. Себебі бала ең бірінші сөйлемейді. Балада ең бірінші түсінік пайда болуы керек. Сөйлей алмаса да сізді түсініп, команданы орындай алуы керек. Кішкене түсінбей жатса да соны орындауға тырысып, сіз сұраған затты жан-жағынан іздеуге тырысуы керек. Келесі белгі 2-ге таяған бала өзі кеседен су ішіп, қолына қасық ұстап,
қою тамақты немесе сұйық тамақты төгіп болса да аузына апарып іше алуы керек. Ал дамуы тежеліп келе жатқан балаларда бұл дағды кешірек басталады. Сол сияқты өзінің киімін кию, шешу қабілеті де кеш дамиды. Келесі 12-ші белгі осындай дамуында қандай да бір тежеуі бар балалар реттілікті жақсы көреді. Олар көп сөйлей алмаса да сандарды, әріптерді тез жаттап алады. 1-ден 10-ға дейін 3 тілде жаттап алуы мүмкін. Сол сияқты қазақша 42 әріпті немесе ағылшынша әріптерді жаңылмай тануы немесе айтуы мүмкін. Кейде даже тақпақта жаттап алуы мүмкін. Ал осыны көрген ата-аналар менің балам сөйлеп жүр деп қатты қателеседі. Себебі 3-тен асқан балаға қарапайым сұрақ қойғанда ол кем дегенде иә немесе жоқ немесе білмеймін деп жауап бере алмай тұрып, жаңағы әріптерді, сандарды жатқа айтып тұрғаны ол әншейін жаттанды деген сөз. Себебі олар жаңағы заттарды тізіп ойнағандай сондай реттілікке құштар болады. Мысалы, кейін өсе келе бұндай балалар бүкіл Құран кітапты жаттап алуы да мүмкін. Бірақ элементарно 2-ге 2-ні қосқанда неше болатынын айта алмауы мүмкін. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, көп ата-ана бұл белгілерге назар аудармауы мүмкін. Бұл белгілерді дер кезінде анықтап, 1-2 жасынан бастап баланы коррекциялық орталықтарға апарып, және не үшін дамуы дұрыс болмай жатыр себебін дер кезінде анықтап, сонымен жұмыс жасаса, бала 80, 90, даже 100% өз қатарластарын қуып жетіп алуы мүмкін. Егер де уақытты өткізіп, тек 5-6 жасынан ғана бастап емделе бастаса, бұл диагноздан шығу мүмкіндігі күрт төмендейді. Яғни 1-2 жасындағы басталған ем 80%-дан 100%-ды құраса, 5-6 жасынан басталған ем 2%-дан 10%-ды ғана құрауы мүмкін. Бұл міндетті түрде осындай болады деген сөз емес, ол баланың орталық жүйке жүйесінің қаншалықты зақымдалғанына байланысты. Бұны дер кезінде емдемеу ЗРР, яғни задержка речевого развития, ЗПР, задержка психического развития, ЗПРР, задержка психоречевого развития, сенсорно-моторная алалия, аутизм сияқты күрделі ауруларға алып келуі мүмкін. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, баласы бар барлық ата-анаға осы видеоның сілтемесін жіберуді ұмытпаңыз. Себебі қазіргі таңда бұндай диагнозбен балалар саны күрт өсуде. Өзінің болмаса да басқа туысының, досының баласынан осы белгілерді көріп, ата-анасына ескертіп, дер кезінде баламен жұмыс жасауына себепші болады. Біздің каналға тіркеліп, бізбен бірге болсаңыздар, келесі видеода осындай диагноздағы балаларды қай бағытта дұрыс ем қабылдау керектігі, қандай мамандарға апарған дұрыс, сол жөнінде ақпарат беретін боламыз. Каналға тіркеліп қойыңыздар.